Ал бисмиллах деп біздер қызым екеуміз Атырау Ақтау бағытына жол алдық. Осылай пойызға келсек, пойыздың іші дейтін тап-таза, өте керемет. Маған дейтін бірінші рет осылай таза вагонның кездесіп тұрғаны. Бұрын тальгоға мінген кезде тальгоның іштері осындай таза болатын. Ал мынау кәдімгідей плацкарт, Ақтау Атырау бағытындағы пойыз. Енді дейтін вагонның ішін дейтін обзор түсіріп жүрмін. Вагонның ішінде тек қана қызым екеуміз, содан кейін бар жоғы үлкен осындай вагонда 4-5 адам болдық. Оның арасында ешқандай кедергі келтіретіндей ешқандай жайттар болған жоқ. Мына жерде туалеттің ішін түсіріп жүрмін. Туалеттері тап-таза, суы бәрі жып-жылы, бумагасы бар ішінде, сабынға дейін бәрін қойып қойған. Маған ұнады осындай вагон, себебі бұрындары біздер ескі вагондарға мініп жүрген кезде ішінде адам лық толы, одан қалса дейтін туалеттері сасып жатыр, бумага деген атымен жоқ, өте жиіркенішті болатын. Менде мына жерде дейтін вагондардың ішін асықпай түсіріп жүрдім. Ішінде адамның жоқтығы осылай ешқандай кедергі келтірген жоқ. Тап-таза ішінің бәрі дейтін. Жаңа вагондар болғандықтан осылай әрқайын жүрдік. Мына жерде менің қызым осындай лайфхак бар, мама көрдім деп осындай лайфхакты жасап жатыр. Негізінде осылай пойызға мінгеннен кейін осындай төсек орнымызды жапқан кезде осылай әрдайым шашылып, жағын бәрі жерге түсіп, шаң-шаң болып осылай жатамыз. Осыны қызым мен лайфхакты тиктоктан көріп қалып, соны жасап жатыр. Міне өздікін жасады. Енді мама бер жағына отыр деп менікін жасап беріп жатыр. Міне өйстіп простыняны осындай менің матрастың екі жағына байлап тастайды. Сол кезде ешқандай да мына жерде күліп отыр қызым. Ешқандай да не болмайды, жерге түсіп кету деген сияқты. Яғни әрқайын жата береміз. Осылай міне жасап берді қызым. Қазір енді мына жағын аударып, екінші жағын тартып байлап беретін болады. Бұл менің төсегім. Ол өзінің жасап қойған болатын. Енді менің өзінің орнына ауыстырып, менікін жасап беріп жатыр. Міне сіздерге де осындай лайфхак болсын. Пойызға мінген кезде осылай простыняны матрастың екі жағына астына байлап тастасаңыздар, ешқандай да жылжымай, ешқандай да жерге түспей рақат барасыздар. Одан кейін біздер қазір шай ішеміз. Шайымыз қайнап жатыр. Вагонда білесіздер, пойыз жүргеннен кейін осылай жол серіктер, яғни проводниктер шайымыздың бәрін қайнатып, сондай жұмыстары өте адал. Оларға да Алла разы болсын. Көп рахмет үлкен. Міне қызым менің төсегімнің бәрін дайындап берді. Простынямды салып, осындай қыз берген Аллаға шүкір. Қасымда, жанымда көмекші болып осылай келе жатырмыз екеуміз. Одан кейін міне даланы түсірдік. Осылай біздер опорный Бейнеу трассаға жақын келе жатырмыз. Осылай далада қар жерде біздің тамақтарымыз, фруктыларымыз. Қызым шаршадым деп жатып қалды. Мына жерде мен пойыздың ішін түсіріп жатырмын. Пойыздың ішінде адам болғаны қандай рақат. Қазір қыс мезгілі болғаннан кейін, одан кейін біздің ағай, жол серік ағай, проводник біздерге былай деп түсіндірді. Неге пойызда, вагонда неге пустой адам жоқ десем, қазір февраль айы мертвый сезон деп солай бізге жауап берді. Жылда солай қайталанады дейді. Мына біздің ағай, мына жол серік ағай, февраль айы осылай мертвый сезонда көп адам болмайды дейді. Ертең марттан бастап адамдар шұбырады ғой деп күлді. Одан кейін осындай не сатып алдық, кроссворд сатып алдық. Біздің кесе стакандарымыз, шешетін кроссвордымызды шешіп, қызымыз екеуміз 2-3 бетін шештік. Барлығы түгел бір газет полный кроссворд болатын. Оның біздер тек қана 2-3 бетін шештік. Мына жерде қызым дейтін, мен түсіріп жатыр, мен ана жерде ұйықтап жатыр, мен түсірме деп. Қызым мына жерде өзі отырып алып, бетіне маска жабыстырып деп білгенін жасады. Одан кейін барып мен кішкене демалайын деп жаттым. Қызым мына жерде менен қалған кроссвордты шешіп отыр.
кроссвордтың әлі талай беттері бар. Бірақ біздер қазір ұйықтаймыз. Ұйықтағаннан кейін таңертең сағат 9-дан 15 минут кеткенде Аллах нәсіп етсе, иншалла Ақтауда боламыз. Бұйырса, Ақтаудан менің інім мен келінім бар, нағашымның бала келіні. Сол кісілер күтіп алатын болады. Біздер ары қарай емге барамыз. 3 күн біздер Ақтауда емде боламыз. Воскресенье демалыс күні, 3 март күні бұйырса кейін қарай мініп, 4 март күні Аллах нәсіп етсе, бұйырса үйде боламыз, қыздар. Осы біздің пойыздағы бір күндік влог. Маған подписаться етіп, тіркеліп қойыңыздар. Әлде Ақтаудағы күндерімізді ертең қол тисе, осылай түсіріп салатын боламыз. Мына жерде қызым пойыздың іштерін түсіріп, анау, мынау деп бәрін түсіріп отыр екен. Мен бұл кезде осы жерде демалып жатқан едім. Қызым осы жерде өзінің лайфхактарын айтып жатыр. Бетіне алояның маскасы бар, Пиндоштан келген. Сол маскалерін жабыстырайын деп, өзі осылай телефонымды алып ерігіп отыр. Ал осылай, қыздар, біздің бір күндік влогымыз пойыздағы. Алла бұйырса, ертең Ақтауға барғаннан кейін де осындай видеоларды салып тұрамын. Видео ұнаса лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, баршаңызға.